Ассаламу алейкум, жигиттер. Мына братанның немес крузагы. Мына жерде, короче, мотор свежий алып келген мотор салған ғой. 2 миллион 200-ге деді ма? Қаншаға? Где-то сондайға салған. Бұның енді өмірін ұзартам десеңдер, 5-те 40 құйындар, 5-те 40, 5-те 30 ол мотор идеальный жаңа болған кезінде болады да. А егерде уже кладыштарында выработка, распредвалында выработка болған кезінде, ол наоборот, короче, мотор қызған кезінде суға айланып кетеді. Сондықтан көбісі моторды өлтіретін, сол 5-те 30-бен өлтіреді. 5-те 40 құй керек. 5-те 40-бен өмірі өте ұзақ болады. Қазма моторы 1 UR цепной ГРМ бұларда и гидрокомпенсаторный, который мен өзім жақсы көретін моторлардың бірі. Кезінде негізінде тарихта қарасақ, Toyota 1SV-де гидрокомпенсаторны жасаған, ол 82 жылдары где-то моторда бар. Одан кейін отказались в сторону дешевизны, стаканный система өтіп кетті Toyota почему-то. Содан бері мынау 13 жылға крузакта уже мысалыға жан дегендей гидрокомпенсаторный цепной ГРМ мен мотор шықты. Бірақ енді бұның кішкене өзіне тоже қарамасаң жан дегендей неме өлтіріп жатыр ғой, 5-те 30-дар өлтіріп жатыр. 5-те 40 құйсаңдар проблема болмайды. Десеңдер айтам. Соны братанға да тоже совет беріп жатырмын. Қазір моторын от алдыр моторын. Сағат болып тұр ғой, короче, сағат. Енді бұның өмірін ұзартам десеңдер, сол 5-те 40 құйындар. Без проблем жүреді машина. А так машинасы достойный. Швейцарский часы болып тұр ғой, короче. Ана УЗ-ке қарағанда бұл енді кішкене конструктивно дорогой моторларда уже. Бұдан енді маймен не алмандар да. Жан дегендей экологический, экология үшін жасаған ғой. 5-те 30 ше. Егерде өмірді ұзартам десеңдер, сол жанда 5-те 40. Вязкость, қоюлығы. Сүт пен қаймақтың қалай айырмашылығы бар, тура сондай ғой бұда да. Мен сол совет беріп жатырмын да. Мына қазір 5-те 30 құйылып тұр. Мынаның бәрі, мынаған сенбеңдер, мынаған. Мынау Сибирьде тұратын болсаң болады, Сибирьде. Біздің Қазақстанның климатында 5-те 40, қысы жазы и все, без проблем болады мотор. Жақсы смазка береді. Ол сен тайгада бір жерде өмір сүрсең, Аляскада, Сибирьде өмір сүрсең болады. Бұл просто бұл экология, моторға зиян бұл. 0-те 20 қойсаңдар моторың точно өледі. Бұның моторын өмірін ұзартам десеңдер, 5-те 40-пен қысы жазы без проблем жүріп береді, без проблем. Мен сендерге айтады дейсіңдер ғой. Рахмет айтасыңдар потом. 5-те 30-да не пойдет. Пробег уже 100 мыңға жақындады ма, все, 5-те 40-қа өтіп кету керек автоматом. Оның бәрі просто экология. Қазір ана заводтарды экологтар қыстайды. Осындай норма, экономия топлива, чтоб зимой запуск қыста оңай от алсын деп, жан деген сұйық майды құйдыртқызады. Сол айтарым. А так мотор, жақсы мотор, привозной мотор тұр ғой, короче. Бұның енді өмірін ұзарту біз айтып жатырмын да. Көбірек өмір сүрсін десең, 5-те 40 құй, без проблем жүріп береді мотор.